Құрметті оқушылар, сіздердің көріп тұрғандарыңыз бұл тоқшек деп аталады. Міне, ол өте қалың болып келеді. Асшекке қарағанда ұзындығы жағынан кішкене қысқалау, бірақ қалыңдығы жағынан асшекке қарағанда өте қалың болады. Тоқшектің ерекшелігі оның сыртында май қабаттары өте көп деп орналасады. Мынау сіздердің қазір көріп тұрғандарыңыз сары түсті, ол май бездері немесе май қабаттары. Бұлар да астың қорытылуына қатысады. Мынау бүйен, біз алдыңғы сабақта айтқандай, бүйен, ал мынау аппендикс. Аппендикс деп отырғанымыз қалдық мүше немесе рудимент мүше деп сұралады ОБТ-да. Яғни құрт тәрізді өсімді деп келеді. Ас қорыту мүшелері туралы сұралатын болса, тоқшектен шыққан қажетсіз заттарды жинақтайтын құрт тәрізді өсімді. Аппендикс, соқыршек. Білесіздер, аппендикс, яғни адам аппендикспен ауырған кезде алып тастайтын мүше осы соқыршегі. Шамасы өте кішкентай болып келеді. Даже адамның кәдімгідей бір саусағындай ғана мөлшердегі мүше болып келеді. Бұл адамдағы қорытылмай қалған немесе қорытылуды қажет етпей қалған мүшелер осы жерге келіп жинақтала береді. Жинақталу нәтижесінде осы соқыршек толып қалады, ол толып қалған кезде адам ағзасына кері әсерін тигізе бастайды. Келесі тоқшекке жалғастырайық. Тоқшекте мынау астың қорытылуы. Мына жерге ас келеді, бүйіннен, одан ары қарай тоқшектің бөлімдері арқылы ас қорытылады. Тоқшектің ерекшелігі ішек таяқшалары. Егер естіген болсаңыздар, 10 сыныптың кітабында эколи деп аталатын бактериялар тобы бар, ішек таяқшалары. Солардың зиянсыз түрі адам ішегінде тіршілік етеді. Адамның ішіндегі барлық қорытылмаған қалдықтарды өздерінен әртүрлі заттар бөлу арқылы ыдыратады қалғандарын. Үстеде ал ішек бактерияларынан қалған қалдық тікішекте. Тікішек деген мынау. Тікішекке барады, тікішек арқылы, анал тесігі арқылы сыртқа қорытылмаған қалдық шығады. Ары қарай жалғастыратын болсақ, мына жерде қарайтын болсақ, су мына жерге кетіп отыр. Судан ары қарай астың қорытылуы жүріп жатыр. Яғни жиырылу қызметі арқылы келесі мүшеге беріледі. Және біз осы жерде тоқшектің ішінде көре аламыз. Но тоқшектің іші өте сілемейлі, яғни астың сырғып жүруіне көмектеседі бұлардың барлығы. Және қан тамырлары бұларда да орналасқан, яғни тоқшекте қорытылатын ас мүшелері бар. Соның ішінде мысалы су тоқшекке келген кезде қорытылады. Су қорытылып, одан ары қарай басқа мүшелерге беріледі. Мынау қазір сіздердің көріп тұрғандарыңыз жиырылып тұрған, жиырылу қызметін атқарып тұрған тоқшектің бөлімі. Ары қарай жалғастыратын болсақ, бізде ас қорытудың ішінде ең соңғы бөлім ретінде қалған қалдық қайдан шығарылады деп ОБТ-да сұралады, анал тесігі немесе тікішек арқылы деп сұралады. Ол сүтқоректілермен адамдарға тән мүше болып келеді. Жалпы ас қорыту мүшелері, құрметті оқушылар, осымен толыққанды аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамыз. Келесі сабақта көріскенше.